Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін біз бірінші тараудың алгебралық және сандық өрнектер деген тақырыбын бастаймыз. Алгебралық өрнектер, сандық өрнектер ол сендерге негізінен бастауыш сыныптан таныс тақырыптар. Ал біздің жаңадан қосатынымыз негізгі анықтамалар мен осы өрнектерді түсіну барысында негізгі заңдылықтарды қалай сақтау керек екендігі туралы айтылады. Тақырыбымыздың оқу мақсаты қосу және көбейту амалдарының қасиеттерін қолданып, әріпті өрнектерді түрлендіру. Әріптердің берілген мәндері бойынша әріпті өрнектердің мәндерін табу. Осы тақырыпты оқыту барысында бізге мынандай критериалды бағалауларды өткізуіміз керек. Әріпті өрнектерді түрлендіру үшін қосу амалының қасиеттерін қолдану, әріпті өрнектерді түрлендіру үшін көбейту амалының қасиеттерін қолдану, осы қасиеттерді пайдаланып әріпті өрнектерді ықшамдай білу, айнымалының берілген мәндері бойынша әріпті өрнектің мәнін табу. Негізгі анықтама: сандармен, амалдар таңбаларымен және жақшалармен қажет болған жағдайда жазылған өрнек сандық өрнектер деп аталады. Мысалы, 96 бөлінген 37 алынған 29. Бұл жерде санды өрнек 96 бөлінген жақша ішінде 37 алынған 29. Бұл санды өрнек, себебі бұның құрамында тек қана сандар тұр. Ал нәтижедегі 12 бұл өрнектің мәні деп аталады. Келесі, екінші анықтама: құрамында әріптері бар өрнектер әріпті өрнектер деп аталады. Жаңағы анықтамадан айырмашылығы бұл жерде құрамында сандармен қатар әріптер де болуы қажет. Мысалы, 9 қосылған Y жақша ішінде алынған 7. Бұл жерде және қоса кететініміз әріпті өрнектердің жазылуында латынның кіші әріптері қолданылады. A, B, C, тағы сол сияқты X, Y, Z әріптерін қолданып жазуға болады. Әріпті өрнектердің құрамындағы сан коэффициент деп аталады. Анықтамасы: коэффициент бір немесе бірнеше әріпті көбейткіштері бар көбейтінді түріндегі өрнектегі сан көбейткіш. Мысалы, 8 көбейтілген X әріпті өрнегіндегі 8 бұл тұрақты санды біз коэффициент деп атайтын боламыз. Ал X әрпін айнымалы деп атаймыз. Егер коэффициенті 1-ге тең болатын болса, ол 1 ешқашан жазылмайды. Бірақ біз ол жерде 1 бар екендігін түсінуіміз қажет. Мысалы, X қосылған 6 өрнегіндегі X-тің коэффициенті 1-ге тең. Сандық өрнектер және әріпті өрнектер барлығы математикалық өрнектер деп аталады. Тең болады, тең емес, артық немесе кем таңбалары бар жазулар математикалық сөйлемді құрайды. Яғни математикалық өрнектер бұл бізде математикалық сөйлемдер деп те аталады. Енді осы тақырып бойынша есептерді шығарып, мысалдарды қарастырайық. Өрнекті ықшамдап мәнін табыңыз. 3 көбейтілген жақша ішінде X қосылған 5 қосылған 7X. Бұл бізде әріпті өрнек. Бұл жердегі X-тің орнына 4-ті қойып, мәнін есептеуіміз қажет. Бұл есепті шешу үшін бізге көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік заңын пайдаланып, 3-ті X-қа және 3-ті 5-ке көбейтіп жақшаларды ашып алып, ұқсас мүшелерді біріктіріп, содан кейін X-тің орнына 4 мәнін қойып, мәнін табуға болады. Сіздер көріп отырғандарыңыздай, 3-ті X-қа көбейтеміз 3X, 3-ті 5-ке көбейтеміз 15. Осы екеуінің қосындысын жазғаннан кейін жақша сыртындағы 7X-ті ескерсе, 3X пен 7X-ті біріктіріп, 10X-ті аламыз, содан кейін оған 15-ті қосамыз. Ары қарай нәтижесін табу үшін немесе мәнін есептеу үшін X-тің орнында берілгендегі 4-ті қойып, 10-ды 4-ке көбейтеміз, оған 15-ті қосамыз. Сонда бізде нәтижесінде 55 шығады. 55 бізде алгебралық өрнектің мәні деп аталады. Немесе жауабы 55-ке тең. Келесі, кестені толтыру арқылы бізде А, Б, С мәндері берілген. Осы 3 әріпті өрнектің мәндерін пайдаланып, бізге мынандай 3 өрнектің мәнін есептеу керек. Бірінші, 2А қосылған 3Б
Екінші b көбейтілген с минус а. Үшінші 2а көбейтілген 3b бөлінген с өрнектердің мәнін табу керек. Шешуі мысал ретінде төменде көрсетілген а және бұлардың орындарына сәйкесінше мәндерді қоямыз. Амалдарды орындаймыз. Сол кезде өрнектің мәні бірінші жағдайда 18-ге, екінші жағдайда 0-ге, үшінші жағдайда 3-ге тең. Торкөздерді толтырғаннан кейін біз кестені толтырған боламыз. Ал сұрақ белгісімен қойылған жерлерді балалар өздеріңізге толтыру қажет болады. Осы тақырып бойынша практикалық бөлім, яғни алгебралық өрнекті қалай қолданамыз деген сұрақ туы мүмкін. Ол не үшін қажет? Мына есепте, тапсырмада боялған бөліктің фигураның ауданын табу қажет. Фигураның ауданын табу үшін ауданның формуласын, толық тіктөртбұрыштың ауданының формуласын қолданамыз. S-тен болады А көбейтілген Б, яғни ені мен ұзындығының көбейтіндісіне тең. Егер бізде фигура толық болса, ал байқап отырғанымыздай бұл жерде кішкентай кіші фигура үлкен толық фигурадан кесіліп алынған. Сондықтан біз екі рет формуланы, ауданның формуласын қолданамыз және үлкен толық ауданнан кіші ауданды азайтуымыз қажет. Сонда S боялған бөліктің ауданын табу үшін біз мынандай өрнек аламыз. А көбейтілген Б, яғни толық фигураның боялған кездегі толық фигураның ауданы ені мен ұзындығының көбейтіндісінен кішкене боялмаған бөліктің ауданын азайтамыз. Сонда S боялған бөлік тең болады А көбейтілген Б, азайтылған S көбейтілген А азайтылған 2D деген өрнегін аламыз. Екінші тапсырманы орындауды мен сіздерге өздеріңізге берем. Бұл жерде көлемді есептеу үшін кубтың немесе текшенің көлемінің формуласын пайдаланасыздар. Б тең болады А көбейтілген Б көбейтілген С. Бұл текшенің көлемінің формуласы. Осы формуланы қолданып, екінші тапсырманы өздеріңізге орындау қажет болады. Осы тақырып бойынша, яғни сандық өрнектер мен алгебралық өрнектер тақырыбы бойынша бізде бекіту сұрақтары туы мүмкін. Бірінші сұрақ, сандық өрнектер мен әріпті өрнектің айырмашылығы қандай? Әрине сіздер жаңағы айтылғандар бойынша түсіндіңіздер. Сандық өрнектерде тек қана құрамында сандар болады. Әріпті өрнектерде ол жерде жақша, сандар және олармен қатар әріптер де қолданылады. Екінші сұрақ, өрнектің мәні дегеніміз не? Өрнектің, қандай өрнектің болсын, алгебралық өрнектің болсын, сандық өрнектің болсын, мәнін табу үшін оның құрамындағы барлық амалдарды рет-ретімен орындау қажет. Үшінші, коэффициент дегеніміз не? Коэффициент дегеніміз көбейткіштің алдында көбейтіліп тұрған сан. Төртінші сұрақ, математикалық өрнек деп нені атаймыз? Математикалық өрнек ол алгебралық және сандық өрнектердің жалпы айтылуы. Ал егер сол өрнектердің құрамында тең, тең емес, артық және кем дейтін белгілері болатын болса, онда бұл математикалық сөйлем деп аталады. Яғни оның мағынасы бар. Теңдеу болса, құрамында теңдеу болса, теңдеу деген сөйлем, артық немесе кем болса, ол теңсіздік деген сөйлем. Осымен оқушылар, менің сандық өрнектер және алгебралық өрнектер тақырыбындағы сабағым аяқталды. Қош сау болыңыздар.